Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бүгін горбуша под шубой салатын әзірлейміз. Алдымен салатқа қажетті заттардың бәрін түгендеп аламыз. Бізге салатқа ірімшік қажет болады, 60 грамм. Салат жапырақтары немесе романа жапырақтары, 3 піскен жұмыртқа, 1 піскен сәбіз, 2 піскен картоп, горбуша консервісі, мойва икрасы немесе минта икрасы бола береді, майонез. Сосын әрине осындай салат салатын бір форма қажет болады. Менің формамның диаметрі 14 сантиметр. Ең алдымен піскен картопты теркадан өткізіп шығамыз. Алдын ала пісірілген картоптар теркадан жақсы өткізілетін болады. Теркадан өткізілген картопты осылайша форманың түбіне салып шығамыз да, соусымызды әзірлейміз. Бізге соусқа 70 грамм майонез және 70 грамм мойваның икрасы қажет болады. Екеуін жақсылап араластырып, кондитерлік мешокқа салып, видеодағыдай картоптың үстіне салып шығамыз. Енді салат жапырақтарын барынша майдалап турап, картоптың үстінен салып шығамыз. Консервіленген горбушамыз осылайша вилкамен езіп, салат жапырақтарын үстінен салып шығамыз. Горбушаның үстінен дайын соусымызды тағы да салып шығамыз. Енді піскен сәбізімізді теркадан өткізіп, мойваның үстіне саламыз. Сәбіздің үстінен қасықпен кішкене нығыздап басып, тегістеп шығамыз. Енді піскен жұмыртқаларымызды теркадан өткізіп қосамыз. Жұмыртқаларды теркадан өткізіп болғасын, үстінен соусымызды тағы да бір саламыз. Қасықпен соусымызды тегістеп шығамыз. Сосын қалған салат жапырақтарын барынша майдалап турап, үстінен салып шығамыз. Салат жапырақтары қытырлап, салатқа ерекше дәм береді. Енді ең соңынан ірімшігімізді теркадан өткізіп, салат жапырақтарының үстіне осылайша сеуіп шығамыз. Салат кемінде 2 сағаттай уақыт холодильникте тұру қажет, сосын формасынан шешіп, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Өте дәмді, нәрлі, дастарханыңыздың сәнін ашатын салат болады. Рецепт ұнаса лүпіл басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Рахатай.